тоңазытқыштың есігін ашам, осы қаймақ ашамын, тағы осы қаймақ ашып кеткен. Бұны тастайын ба, не істеймін деп ойланып тұрдым да, жоқ, жылы суға тұз, ұн, 50 грамм сары май, ашып кеткен қаймақты салып, жақсылап қамыр илеп алдым. Сосын оны 4 бөліктерге бөліп, сопақша жұқа етіп жайып, оқтауға осылай орап алдым. Ары қарай ішіне ет, картоп, пияз қосылған салмасын қосып, әдемі формада бүгіп шықтым. Тоңазытқышта жейтін дым қалмаған кезде бұл ашып кеткен қаймақ обал болмады, қоқысқа тастамады, пайдаға асты. Қамырын мантыға жайғандай жұқа етіп жайсаңыз таза піседі, шикі болмайды. Балаларыма қатты ұнады. Бұл самса жұп-жұмса әрі дәмі тіл үйретіндей болды.